сәлем. Егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың 16 топ, яғни 6 топтың негізгі топ элементтері тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші есеп: Менделеевтің периодтық жүйесіндегі халькогендердің орнына сипаттама беріңдер және оларды атаңдар. Бірінші сұрақтың жауабы: периодтық кестенің 16 тобының элементтері халькогендер деп аталады. Бұл элементтердің сыртқы энергетикалық деңгейінде 6 электрон бар. Халькогендерге оттек, күкірт, селен, теллур, полоний және де ливерморий элементтері жатады. Екінші сұрақ: топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атомдардың радиусы, олардың электр терістілігі және жай заттардың бейметалдық қасиеттері қалай өзгереді? Екінші сұрақтың жауабы: топ бойынша жоғарыдан төмен қарай атомдардың радиустары өседі. Демек, халькогендердің атомдарының бейметалдық қасиеттері әлсіреп, металдық қасиеттері артады. Үшінші сұрақ: халькогендердің сыртқы электрондық қабатында қанша электрон бар? Үшінші сұрақтың жауабы: халькогендердің сыртқы энергетикалық деңгейінде 6 электрон орналасқан. Енжар элементтерге тән тұрақты күйге жету үшін атомдарға 2 электрон жетпейді. Сондықтан бұл элемент атомдары жетіспейтін 2 электронды қосып алуға бейім келеді. Төртінші сұрақ: күкірт пен оттек бір топта орналасқан. Алайда күкірт қосылыстарында -2, +4, +6 тотығу дәрежелерін, ал оттек тек қана -2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Себебін түсіндіріп, нәтижесінде күкірттің тотығу дәрежелері -2, +4, +6 болатын қосылыстары түзілетін реакция теңдеулерін жазыңдар. Төртінші сұрақтың жауабы: күкіртті оттекпен салыстырамыз, яғни күкірттің оттектен өзгешелігі: күкірт атомының соңғы энергетикалық деңгейінде d орбиталдары бар. Сондықтан сыртқы қабаттағы электрондардың жұпсыздануы мүмкін. Нәтижесінде күкірт атомдарында 4 немесе 6 дара электрондар пайда болады. Сіздерге оттек пен күкірт атомдары құрылысының сызба нұсқасының суретін салып қойдым. Бұл жақта электрондық формула және электрондардың орбитальдардағы орналасуы бейнеленген. Сонымен қатар қалыпты жағдайда оттек газ, ал күкірт молекулалық құрамы әртүрлі болып келетін кристалдық зат болып табылады. Қосылыс түзгенде осы электрондар электр терістілігі жоғары элементке қарай ығысып орналасады. Сондықтан күкірт қосылыстарында әртүрлі тотығу дәрежесін көрсетеді. Мысал ретінде химиялық реакция теңдеулерін жазып көрсетейін. H2-ні күкіртпен әрекеттестіріп, H2S аламыз. Бұл жерде күкірттің тотығу дәрежесі -2-ге, ал сутектікі +1-ге тең. Күкіртті оттекпен әрекеттестіріп, SO2 аламыз. Бұл жақта оттек бізде тұрақты -2 тотығу дәрежесіне тең болса, күкірттің тотығу дәрежесі +4-ге дейін өзгереді. Кейін осы S-ті 2 молекулалы оттекпен әрекеттестірсек, 2 молекулалы SO3 түзеді. Бұл жақта да оттектің тұрақты тотығу дәрежесі -2 болса, ал күкірттің тотығу дәрежесі сәйкесінше +6-ға өзгереді. Бесінші сұрақ: мына қосылыстардағы күкірттің тотығу дәрежелерін анықтаңдар. Алғашқы қосылыс калий 2S. Бұл жақта калийдің тұрақты тотығу дәрежесі +1-ге тең. Плюс жағы мен минус жағы тең болу үшін күкіртіміз -2 тотығу дәрежесіне тең болады. Келесі H2SO3. Оттек тұрақты -2-ге тең, сутек +1-ге тең. Сәйкесінше күкірттің тотығу дәрежесі +4-ге тең болады. Натрий 2SO4. Оттекте тұрақты -2, натрийде тұрақты +1, ал күкіртте +6-ға тең болады. Күкірт жай зат ретінде тотығу дәрежесі 0-ге тең болады. Алюминий 2S3. Бұл жақта алюминий бізде тұрақты +3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Сондықтан күкірттің тотығу дәрежесі -2-ге тең болады. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалар аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.